So'rib salma ақыны шақырылады. Қостанайдан Әбілқасым Тайырбергенов, Оралдан қайтадан Мұрадден Смағұлов. Қазір бұл екі ақынға конвертке салып жасырылған екі тақырып сұнылады. Сол тақырыптарға қолына-қол жырлап беруге тиіс ақындар. Алғашқы кезек, алғашқы конверттер Орал облысының ақынына сұнылады. Ақындарға залда отырған көрермендер сұнған тақырып бойынша жырлауға мүмкіндік беріледі. Соған тақырыптарыңыз болса ойлай отырыңыздар. Тақырыпты хабарлаңыз. Тақырып бала бақыт болашақ. 3 минут жырлап берсеңіз, ең көп деген. Балалы үйде той базар, тұратындай тіл бойдақ баласы үй құмазар. Ерекше бір сыр бар ғой, күлкісінде сәбидің. Ойыншық жатсау шашылып, шарбағында әр үйдің. Бала менен бақытты шалттананың көңілі. Өсе берсін көркенде балалардың өмірі. Тыныштық орнап жер жүзі, енді соғыс болмасын. Бала бақша көбейсін, құртып нейтрон бомбасын. Сәулет туған болашақ коммунизм орнасын. Ендігі кезек Қостанай облысының ақыны Әбілқасым Тайырбергеновке тақырып таңдау кезегі болды. Тақырып одан. Қарттар қасиеті, қарттар қазына дейді. Шайрасау демалмай қызыл тіліме бір сайрашау, қолыңнан осы өнерде келер мекен, өзіңді Әбілқасыма бір қайрашау. Сынайын шайрадаңа бақталайын, ақын халқалдыңдаңа ақталайын. Ой конвертте келген мынау тақырыпта, жырлайын шамам келсең айдая тақталайын. Жырларым отты ұшып жазыласын, сөзімнің мен айтайын базынасын.
күтпеген тақырыбым болса дағы қарттардың баяндайын қазынасын. Қарттар бұл ел иесі, жер иесі, қарттар бұл қасиеттау сөз иесі. Қарттар бұл ақыл ойдың кен-кеніші, сондықтан оларға асыл жыр иесі. Қарттық бұл жастығымның болашағы, қарттық бұл ақыл сана толар шағы. Қазақтың қасиетті жастарына ақындар жырмен төрге жол ашады. Қарттар бұл тарих пен елдің басы, қарттардан үлгі алады елдің жасы. Халқымның елдігі мен ерлігінің сақтаған қарттар асыл қазынасы. Сондықтан мен қарттарды мақтан етем, оларға бар құрметті сақтап өтем. Әзірсе сөздерімді тоқтатайын, жырларымын тағы талай дастан етемейін. Жұмбақ айтысы бойынша